Ассаламу алейкум бауырлар. Дәл қазір мен Меккедегі Әл-Харам мешітінің алдында тұрмын. Осы Мекке мен Мәдинаның біздің қазақ халқымен байланысы өте көп. Соның бірі біздің Құнекенің, яғни Абайдың әкесі Құнанбай қажының осы Мекке қаласында қонақ үй салғанын баршамыз білеміз. Жалпы тек қана Құнанбай атамыз ғана емес, Қазақтан 3 қонақ үй салынған жайлы ақпаратпен сіздермен бөліскім келіп отыр. 19 ғасырда Құнекен осы жерге қажылыққа келген кезінде ұлтын сұраған кезде бұхаралық іздеп кірген. Ұлтын сұрау себебі Құранның Тәубе сүресінде келген заңы бойынша Мекке мен Мәдинаға өзге дін өкілдеріне кіруіне тыйым салынған, тек қана мұсылмандарға рұқсат. Бұхаралық емес, қазақ деген ұлтты енгіземін деп Шеркеш руынан Нұрпейіс қажы осы Меккеге келіп 7 жыл бойы қызмет жасап, 7 жыл бойы еңбектеніп, қазақ пен қырғыз деген ұлтты осында мұсылман ұлттары деп енгізіп 4 тәкия алған екен. Тәкия дегеніміз әрбір ұлтқа берілетін жер, яғни Қағбаның алдында қонақ үй салуына берілетін жер. Меккеден 4 тәкия алғанын елге хабар жібердіріп, сонымен ұлы жүзден Қасымбек Датқа, орта жүзден Құнекен, кіші жүзден Мырқыбай қайтадан қажылыққа жолға шығады. Яғни екінші рет қажылыққа келіп, осында қонақ үй салуға кірісе бастайды. Сонымен қазақтар бұл жерде 3 қонақ үй салады, ал 4-ші тәкияны қырғыздың манаптарына береді. Тарихи деректерге сүйенсек, енді нақты мәлімет емес. Мына жердегі мынау Дарул Таухид деген қонақ үйдің орны, шолуымен осы жерлерде біздің Құнекендердің қонақ үй салған жері дейді. Осы 20 ғасырдың 30 жылдарында сауттықтар билікке келген кезде қазақтарға хат жолдаған екен. Мына жерде сіздердің тәкияларыңыз бар, қонақ үйлеріңіз бар, соны осы ары қарай дамытасыздар ма деп. 32 жылы баршамыз білеміз, қазақтар өте қиын кезеңді бастан кешіп жатқан кез, ашаршылық, одан кейінгі репрессия, бір уыс нанға зар болып жатқан қазақ бұл қонақ үй жайлы хатқа мүлдем жауап қайтармады. Хатқа жауап келмегендіктен біздің қазақтың тәкияларын басқа ұлт өкілдері бұл жерде қонақ үй салып тастады. Егер Алла қаласа, тарихи деректерді, мұрағаттарды ақтарып, сол құжаттарды алып, қазақтар қайтадан бұл жерде қонақ үй салуына мүмкіндік бар екен. Жалпы бұл Мекке мен Мәдинаның қазақ пен түркілермен байланысы өте көп, себебі 13 ғасырда бұл Мекке мен Мәдина қаласы Мысырда билік еткен бабамыз Бейбарыс, яғни мәмлүктердің билігінде болған. Одан бертін келе 14-15 ғасырларда Осман империясы билігін жүргізіп, осы 20 ғасырда Осман империясы құлағанға дейін түріктердің, яғни түркілердің билігінде болған. 20 ғасырдың 70 жылдары осы Мекке қаласында 10 жыл әкім болған, ол біздің қазақ Абдулла қажы Сарұлы Мекке қаласында 10 жыл бойы әкім қызметін атқарған. Жалпы осы екі харам аймағына билік ету нәсібін Алла тағала қазақ деген ұлтқа бірнеше рет берген. Сондай бақытқа ие болған ұлтпыз. Алла тағала қияметке шейін осы қазақ халқын екі қалаға келуін, қызмет етуін нәсіп етсін.